Екатерина Кольцова өзін бала кезінде ата-анасы тастап кеткен балалар үйінде тәрбиеленген. Бірнеше рет Катяны асырап алғысы келетіндер болған. Алайда бәрі сәтсіз аяқталды. 15 жасқа толғанда оны бір отбасы патронаттық тәрбиеге алған. 18 жасында денсаулығына байланысты заң бойынша өзіне тиесілі пәтерді ала алмады. Тек 33 жасында мемлекет Екатеринаны тұрғын үймен қамтамасыз етті. Бірақ Катяның бұл қуанышы ұзаққа созылды деп айту қиын. Себебі бұл үйде мүмкіндігі шектеулі жанды айтпаған қарапайымның адамның өзіне жағдай жасалмаған. Воды не было, ни горячей, ни холодной. Мұнда көшіп келген уақытымда мүлдем су болмады. Тіпті жай ауыз суына жету қиын болды. Ал жаздың 30 градус ыстығында бізде керісінше жылу беріліп тұрды. Қабырғада түсқағаздардың барлығын ауыстырдым. Көрсеңіздер ғой, барлық жер көгеріп кеткен. Барлығын жуып тазаладым. Лебедев көшесіндегі нөмірі 6 үйде 36 пәтер бар. Оның 32-сі әлеуметтік пәтер болып саналады. Екатерина атап өткендей, барлық пәтерлерде әртүрлі мәселе бар. Кейбіреулерінде су бар, бірақ жылу жоқ. Басқаларында болса, тіптен керісінше. Катя екінші топ мүгедегі болғандықтан жұмыс жасамайды. Бүгінде өзіне үкіметтен аударылатын аз қаржыға күнелтіп отыр. Оның өзі дәрі-дәрмектен аспайды. Да спать тут негде, потому что у меня денег на кровать даже элементарно, чтобы купить. Мына үйде жататын орын да жоқ. Менде жай төсек алуға ақша жоқ. Қазіргі таңда өзімді асырап алған. Әке-шешемнің қолында тұрып жүрмін. Солар болмаса білмеймін. Далада қалар ма едім. Үнемі көмектерін аямайды. Ал бұл үйге күн сайын келіп тұрамын. Тазалап жуамын. Жалғыз тұруға қорқамын. Әрі су мен жылу тұрақты болмаған соң тұру мүмкін де емес. Ал бұл мәселеге қатысты шаһар әкімінің орынбасары Владислав Цай бұрын соңды ешқандай шағым болмағанын айтады. Бүгінде Екатеринаның мәселесін анықтауға кірісіп те кетіпті. Лебедева 6, первый раз слышу, что обратились. Лебедева 6 мекен жайындағы әлеуметтік үйдің тұрғындарындағы мәселе жайлы бірінші рет естіп отырмын. Бұрын бұл үйде пәтер иелерінің кооперативі болған. Алайда тұрғындар қарыздарын уақытылы төлемегеннен кейін бас тартты. Ал суық суға келетін болсақ, суық су бар. 12-18 пәтерлерді тексеріп көрдік. Ал бүгін Оқжетпесті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері жылуға қатысты туындаған мәселелерді тексеруде. Көбінде бұл үйдегі тұрғындар басқа жаққа кетіп қалады, уақытылы тұрмайды. Сондықтан мұндай мәселелер көп туындауда. Аталған үйде қазіргі таңда пәтер иелерінің кооперативі, үй комитеті де жоқ. Тіпті ауыз су мәселесі де дұрыс шешілмеген. Жылудың өзі бірде бар, бірде жоқ. Катя болса барлық мәселе жақын арада шешіледі деген үмітпен өмір сүріп келеді. Егер де жағдай қайталана беретін болса, прокуратураның көмегіне жүгінемін дейді.